Байзақ ауданы әкімдігінің білім бөліміне қарасты 43 мектепте, оның ішінде 5 бастауыш, 3 негізгі, 35 орта мектеп. 2020-2021 оқу жылында 21733 оқушы білім алуда. Аудандағы 43 мектептің 35-і қазақ тілінде, 8-і аралас тілде жұмыс істейді. Оның ішінде бірінші сыныпқа 2375 оқушы қабылданды. Мемлекет тарапынан білім беру ұйымдарына бөлінетін қаржы көлемі жыл сайын артып келеді. Білім беру жүйесін қаржыландыруға 2020 жылға 14,9 миллиард теңге қаржы бөлінді. Бұл 2019 жылмен салыстырғанда 70,2%-ға ұлғайып отыр. Өскелең ұрпақты тәрбиелеу мәселесі мектепке дейінгі тәрбиеден басталады десек, бүгінгі күнде мектепке дейінгі ұйымдар саны 52, ондағы тәрбиеленушілер саны 4626, жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдар саны 18, ондағы тәрбиеленушілер саны 1720-ға ұлғайып отыр. 2020 жылы 2 мектепке дейінгі ұйымда 195 орын және қосымша 30 орын ашылды. Мектепке дейінгі мекемелерде 580 педагог жұмыс істейді. Білім беру ұйымдарындағы мұғалімдер саны 2776 болса, оның ішінде жоғарғы білімдісі 2531, арнаулы орта білімдісі 245, жоғарғы санаттысы 132, бірінші санаттысы 282, екінші санаттысы 287, педагог-модератор 388, педагог-сарапшы 614, педагог зерттеуші 385, педагог шебер саны 14-ке өсіп отыр. Аудан бойынша 6 мемлекеттік мектептен тыс мекемелерде 5844 оқушы қосымша білім берумен қамтылған. Жалпы білім беретін мектептерде оқушылардың 18927-сі өз қызығушылықтары бойынша түрлі үйірмелерге қамтылған. Жалпы білім беретін мектептердегі 141 спорт секцияларына 6140 оқушы қатысады. Қосымша білім беру ұйымдары жанындағы IT сыныптарда 720 оқушы білім алуда. Білім бөлімнің жоспарына сәйкес, әдістемелік кабинеттің ұйымдастыруымен 2020 жылдың 9 айында 144 семинарлар, 18 дөңгелек үстелдер, 9 конференциялар, 48 брифингтер, 5 мектепке әдістемелік көмек, сондай-ақ тәрбие саласының 8 бағыты бойынша 164, тәрбиенің бағдарламалары бойынша 317, рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша 141 іс-шара өткізілген. Өткізілген іс-шаралар дер кезінде әлеуметтік желілерге жарияланып отыр. Республикалық дарын ғылыми-практикалық орталығының ұйымдастыруымен өткізілетін пәндер бойынша республикалық және халықаралық деңгейдегі интеллектуалдық ойындардан 6657 оқушы жүлдегер атанды. Қазақстандық интернет олимпиадалар қорытындысының рейтингісінде ауданымыз республика бойынша 4-ші, облыс бойынша 3-ші орында тұр. Облыстық пәндік олимпиадаға қатысқан 23 оқушының 14-і жүлдегер атанды. Пандемияға байланысты өткен оқу жылының 4-ші тоқсанында оқушылар қашықтықтан оқытылды. Бұл дәстүр биылғы жаңа оқу жылында жалғасып, қазіргі күнде ауданның 23 мектебінде 16001 оқушы қашықтықтан, бастауыш сыныптарда 281, сынып топтамасында 5119 оқушы кезексіз сыныптардан, және шалғай елді мекендерде орналасқан шағын жинақталған 20 мектепте 2642 оқушы дәстүрлі түрде оқытылуда. Қашықтықтан оқытылатын оқушыларды қажетті компьютерлік техникамен, интернетпен қамтамасыз ету бойынша республикалық бюджеттен 100 ноутбук, 298 компьютер, 350 планшет және аз қамтылған отбасынан шыққан оқушыларға 130 ноутбук алып берілді. Аудандағы 21733 оқушының 5732-сі үйінде интернетпен қамтамасыз етілген. 2020 жылы жергілікті бюджеттен 65,5 миллион теңге бөлініп, 3 мектеп 4 мегабит секунд, 7 мектеп 20 мегабит секунд, 33 мектеп 10 мегабит секунд жылдамдыққа қосылды. 2020 жылы білім бөліміне қарасты Нығметулла Киікбаев атындағы мектеп гимназиясына 15,1 миллион теңгеге турникет орнатылды. 2020 жылы білім мекемелеріне жүргізілген күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарына тоқталсақ, аудандағы 9 мектептің күрделі жөндеу жұмыстарына 1 миллиард 420 миллион 126 мың теңге бөлініп, ауыл ел бесігі жобасы аясында номері 1-ші Киікбаев, Абланов, Қосақ мектептеріне
369 миллион 918 мың теңге бөлінсе, жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы бойынша Уәлиханов, Түймекент, Гоголь, Бурыл мектептеріне 790 миллион 818 мың теңге бөлінді. Бүгінгі күнде күрделі жөндеу жұмыстары толығымен аяқталды. Өңірлерді дамыту бағдарламасы бойынша 538,7 миллион теңге бөлініп, Абай мектебі мен Қарлығаш балабақшасы күрделі жөндеуден өткізілді. Сарыбарақ, Ақбозов, нөмірі 5 мектептері мен Балдырған балабақшасына 95,3 миллион теңгеге модульдік қазандық орнатылды. Осы жылы Суханбаев, Берікқара мектептерінің жылыту қазандықтары 1,16 миллион теңгеге ауыстырылды. Мектептердің ағымдағы жөндеу жұмыстарына жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы бойынша Қостөбе орта мектебіне 52,1 миллион теңге бөлініп, жұмыс толығымен аяқталды. Сонымен қатар, күрделі жөндеу жұмыстарына енгізілмеген жұмыс түрлеріне Абланов, Түймекент, Бурыл мектептеріне ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуге қосымша 104,3 миллион теңгеден бөлінді. Мектеп әжетханаларына келетін болсақ, аудандағы 43 мектептің 37-сіне ғимарат ішіне санитарлық талаптар орнатуға жөндеу жұмыстары жүргізіліп, бүгінгі күнде жөндеу жұмыстары толығымен аяқталды. Аудандағы 43 мектептің барлығы толығымен жоғарғы жылдамдықтағы интернетке қосылған. 992 оқу кабинеттері 100% компьютермен қамтамасыз етілген. Байзақ ауданының білім саласына қатысты атқарылған жұмыстар көңіл толарлық. Дегенмен, алдағы уақытта атқарылар жұмыстар легі де басым.